Сен оқушылар, енді бізде 30-ші параграф пен ықтималдықтың классикалық анықтамасы, статистикалық ықтималдықтың бұл тобын есептерін қарастыратын боламыз. Бұл жерде бізде қарастыратын формуланы жазып кете салайын мұнда. Па тең n бөлген n бізде қажет жағдай, n жалпы жағдай деп аламыз. Енді есепті қарайық. 31 есепте дейді. Екі ойыншығы лақтырылды. Түскен сандардың көбейтіндісі 5 санына тең болуының ықтималын табыңдар дейді. Енді қараңыздар, бізде бір емес, екі ойыншығы деп тұр, иә? Түсінікті. Енді қараңыздар, екі ойыншығында де 6 сан бар. 6. Сондықтан 6 тең 36 көбейтіп аламыз. Тең 36. Енді жалпы сан, жалпысы 36 отыр. Енді бізде қажет жағдай. Қанша ойыншығы? Екі ойыншығы. Неге 6-6-ны көбейтіп алдық? Өйткені бізде жалпы 6-6 жағдайдан, және екі рет екі ойыншығы болғандықтан оны 6-6-ға көбейтіп 36 деп аламыз. Енді формула салайық. P A тең n бөлінген n. Бізде қажет жағдай 2, жалпы жағдай 36. Сонда қысқартатын болсақ, 2-ні 2 қысқартамыз, сонда 8-ден 1. Яғни 5 санына тең болуының ықтималын табыңыздар. Неге екі жағдай 5 санына тең? Өйткені 5 пен 1, 1 мен 5 деген секілді. Сонда 5 санына тең болады. Жоқ, ойбай, ол көбейтілгенде. Дұрыс, көбейтілгенде 5 пен 1. Енді келесі есепті қарастырайық. 31-ден 7-ші есеп. Бір тиынды екі рет лақтырды. Ең болмаса бір рет елтаңба түсуінің ықтималдығын бар дейді. Енді қараңыздар. Бұл жерде жалпы қараңдар, бір тиынның түсу ықтималдығы негізі елтаңба болмаса тиын жаңа түсу ықтималдығы 2001. Ал енді қараңдар, екі тиын қарастырып, бұл жерде қажет жағдай бізде 2-ге n жалпы жағдай бізде 4, өткенде бізде 4 жағдай түседі. Бізде қажеті 2 болғаны. Түсінікті ғой, оқушылар, иә? Енді қараңдар, P A тең деп аламыз. 2-ден 1-ді 2-ден 1-ге көбейтіп аламыз. Өткенде елтаңба және тиын жағын түсу ықтималдығы 2-ден 1-ге тең болады. 2-ден 1-ге тең болады. Енді 2-ден 1-ге 2-ден 1, ол 4-ден 1-ге тең. Ал енді жалпы бізде ықтималдық нешеге тең? 1-ге тең. Сондықтан 1-ден бұны алып тастаймыз. 1 бөлінген 4, сонда бізде неше қалады? Ортақ болған 4, сонда бізде 4-ден 3 қалады. 4-ден 3 қалады. Бізде сонда біріншісінде ықтималдығы нешеге тең болды? 4-ден 3-ге тең болды. Елтаңба жағының түсуінің ықтималдығы 4-ден 3-ге тең болды. 2 тиынды лақтырған кезде. Бұл біріншісі. Енді екіншісін қарастырайық. 3 тиынның лақтырылды. Енді 3 тиын лақтырылды, қараңыздар. Енді 2 рет елтаңба түсуінің ықтималдығы. 3 тиын лақтырылды. 3 тиын, қараңыздар. Енді қараңыздар, 3 тиын қатарынан лақтырады. 3 тиынды. Енді осыларды 2 рет елтаңба түсу. Екеуі елтаңба түсуінің ықтималдығын табу керек болып тұр. Енді бұл жерде бізде 3 тиын болғандықтан бізде қажет жағдай бізде 3. Енді қараңыздар, жалпы жағдайды қалай табамыз? Енді қараңыздар, бір тиында екі жағдай бар. Түсінікті ғой? Бірі елтаңба болмаса жаңағыдай тиын жағы екі жағдайдан. Енді үшеуін көбейтсек бізде қанша болады? 8 жағдай. Сонда бізде жалпы жағдай 8 деп аламыз. Енді қараңыздар, неге бізде қажет жағдай 3 деп алдық? Өйткені қараңыздар, елтаңба сан елтаңба келесі елтаңба сан елтаңба. Міне осы жағдайлар. Осы бізде қанша? 3 жағдай. Енді формула салайық. P тең A n бөлінген n тең болады 8-ден 3. Сонда бізде елтаңба жағының түсу ықтималдығы 8-ден 3-ге тең болды.
Енді 31-де 8 есепті қарастырайық. 31-де 8 есеп не дейді бізде? Емтиханға 1-ден 25-ге дейінгі нөмірлердің билеті дайындалған дейді. Енді бір таңбалы бір оқушының кездесу қалған билет нөмірін таңдар дейді. Енді жалпы жағдай 25. Енді қараңыздар, бір таңбалы неше сан бар бізде? 10-ға дейін 9 сан бар. Түсінікті ғой? 1, 2, 3, сөйтіп 9-ға дейін барады. Енді бұл жерде қажет жағдай бізде 9-ға тең. Есеп бізде жеңіл есептер, бұл формуланы салатыламыз. А тең. Енді бұл жерде қажет жағдайымыз 9, жалпы жағдай 25. Сонда бізде 25-тен 9-ға тең болады. Алған билеттің нөмірі, бір оқушының кездесу қалған билеттің нөмірі сан жағынан ықтималы 25-тен 9 екен. Енді келеді екіншісін қарастырайық. Дейді, екі таңбалы сан болу ықтимал, екі таңбалы сан болу ықтимал қалай анықтаймыз? Енді қараңыздар, жалпы жағдай 25 деп аламыз. Енді қараңыздар, бізде бір таңбалы 9 болды. Енді былай жасасақ болады, 25-тен 9 алса қанша болады бізде? 16. Сонда бізде 16 қажет жағдай екен. 16 екі таңбалы сан бар екен. P A тең n бөлінген n. Қажет жағдайымыз 16, 25. Сонда бізде екі таңбалы сан болу ықтималы 25-тен 16 екен. Келесі 31-де 9, біріншісін қарастырамыз. Не дейді? Кездесу екі таңбалы сан таңдап алды. Төмендегі оқиғалар санының ықтимал таңдар. Алынған санның 0 болуының ықтималы таңдар дейді. Қараңыздар. Кездесу екі таңбалы сан біздер неше? 99-дан бастап аламыз. Неге қылай? 99-дан 10-ды алып тастаймыз. 1-ді қосамыз. Сонда бізде екі таңбалы сан бізде 90. Енді формула А тең n бөлінген n болса, енді бұл жерде қараңыздар, n жалпы сан деп алсақ болады. n жалпы сан деп 90, я дұрыс. Бізде m қажет жағдай қанша бізде? Қажет жағдай екі таңбалы деп тұр бізде. Екі таңбалы 9. Жоқ. Қателестім оқушылар. 0-мен аяқталады деп тұрған оқушылар. 0-мен аяқталады қанша бар? 10 бар, 20. Сол сияқты бізде 90-ға не бар? Сонда бізде онда 9 аламыз. Енді формула қоямыз. 9 бен 90. Енді екеуін 9-ға қысқартатын болсақ, 10-нан 1. Яғни бізде 0 санның аяқталатын ықтималдығы 10-нан 1-ге тең. Екіншісінен дейді, алынған санның бірдей цифрлардан құралған болу. Енді бұл жерде екі таңбалы сан 90 деп аламыз. Ең қажет жағдай бірдей сандар болатын болса, ол бізде қалай? Мысалы 11, 22, сол сияқты барады да 99-ға дейін барады. Олар бізде жалпы саны қанша? Одан да 9. Енді формулаға саламыз. А тең n бөлінген n. Қажет жағдай 9, 90. Бастақ бұлай қысқартамыз екеуінде. Сонда 10-нан 1. Сонда бірдей цифрлардың түсуінде ықтималдығы бізде неше? 10-нан 1-ге тең екен. Енді үшіншісін қарасақ, алынған саны 27 мен 46 арасында болу. n жалпы екі таңбалы сан 90. n қажет жағдай бізде не дейді? 27 мен 46-ның арасында сандарды аламыз. 27 мен 46-ның арасында қанша сан бар бізде? Санайтын болсақ, бізде 18 сан бар. Енді формула қоймыз. А тең n бөлінген n тең болады 18-ден 90. Екеуін 18-ден қысқартатын болсақ, 5-тен 1. Яғни 27 мен 46-дан кем сандардан алынған ықтималдығы қанша болады? 5-тен 1 болады екен. Енді келесі төртіншісін қарастырайық. Төртіншісінде не дейді? Алынған сан бүтін санның квадраты болу. Бүтін санның квадраты. Енді түсіндірге жалпы сан 90. Енді қажет жағдай қараңыз. Бүтін санның квадраты қалай деп алсақ болады? Бұл жерде мысалы 4-тің квадраты, 5-тің квадраты, сол секілді. Мысалы 25, 16. Сөйтіп 9-ның квадратына дейін барады. 9-ның квадраты неше болады? 81. Осының арасында бізде қанша сан бар? Осының арасында бізде 6 сан бар екен. Енді формула саламыз. А тең n бөлінген n тең 96. Екеуін 6-ға қысқартатын болсақ, 15-тен 1. Сонда жалпы бізде 15-тен 1 болады екен. Келесі 31-де 10 есепті қарастырайық. Және соңғы есебіміз. 31-де 10 есептен төменде белгіленген оқиғаларды орындау жиіліктен таңдыр. Сатып ал. Енді
сатып алынған лотарь 5 лотереялық билеттің біреуінің 30 билеті болуы ықтималдығы. Енді жалпы жағдай деп жазып аламыз. 5 қажет жағдай n біреу ғана сұрап тұр. Енді PA тең n бөлінген n формуланы қоя саламыз. Сонда бізде нешеге тең? 5-тен 1-ге тең болады. 30 билеттің шығу ықтималы. Енді екіншісі сатып алынған 100 лотереялық билеттің 4-те 30 билетін болуы ықтималы. Жалпысы неде 100 билет? М қажетті бізде неше еді? 4-те 30 билет болуы ықтималы. PA тең М бөлінген N. Сонда бізде неш? М-нің орнына 4-те 100. Сонда бізде 4-ке қысқартамыз. Неш болады? 25-тен 1. Яғни 25-тен 1. 100 билеттің ішінен 4-те 30 билет болуы ықтималы неш? 25-тен 1-ге тең болады. Енді үшіншісін қарастырайық. Атылған 20 оқтың жалпысы 20 оқ. Оның қаншасы? 6 оғына тиюінің ықтималын табамыз. PA тең М бөлінген N. Бізде жалпысы 6, 20. Енді 20-дан 6. Бұны егер бөлетін болсақ, 0,3-ге тең. Сонда бізге 20 атылған оқтың 6 оғына тиетін болса, оның тең ықтималы 0,3-ге тең болады екен. Төртіншісі 30 күннің 12-сінде күн ашық болады дейді. Оның ықтималын табуымыз керек. Бізде жалпысы қанша? 30. Қажет жағдай бізде неш? 12. PA тең N бөлінген N деп аламыз. Енді орданы қоя саламыз. 30. Сонда бізде 12-ні 30-ға бөлсек 0,4. Яғни құрметті оқушылар, бүгін сіздермен ватонның есептерін қарастырдық. Бұл есептер өте жеңіл. Қарап тұрғандарыңыздай формулаға салып шығара саламыз. Және бұның формуланы қалай қолданғанды жеңіл формула. Орнына дұрыс қоя білсеңіздер өте жеңіл. Енді 31-де 7-ші есептер кішкене енді средний есептер десек болады. Бұны кішкене жаңа ойланып логиканы қосу қажет болады. Енді құрметті оқушылар, келесіде сіздерге есептерін көрсететін боламын. Сау саламатта болыңыздар.